Сергек жүйесі жайлы деректер. Сергек сақтандыру полисі жоқ көлікке айыппұл жазбайды. Сергек белдік тақпау, телефонмен сөйлесу сияқты ереже бұзуды түсірмейді. Сергек жаяу жүргіншілер жолағында сағатына 40 шақырым жылдамдықпен жүруді міндеттемейді. Жылдамдықты шектеу белгісі болмаса, сағатына 60 шақырым жылдамдықпен жүруге рұқсат. Сергек бекітілген жылдамдық шегінен сағатына 10 шақырым аспаса, айыппұл жазбайды. Сергекке ескі көліктердің түсіп қалу ықтималдығы жоғары деген бос сөз. Сергек 100 метр қашықтан көре алады. Сергектің инфрақызыл көмескі жарығы өшіп тұрса, камера істемей тұр дегенді білдірмейді, түсіре береді. Сергек мемлекеттік нөмірді қамытпен бекітіп қойған көлікті де түсіре алады. Сергек серверінде айыппұлдар 2 айдан соң автоматты түрде өшіп қалады деген жалған сөз. Айыппұл туралы ескерту 2 айдың ішінде келеді. Сергек бойынша айыппұлдар смартфонға SMS хабарлама түрінде келеді. Енді бұрынғыдай хаттама алдым деп қол қоймай, айыппұлдан құтылу қолығы өтпейді. Сергек адамның түрін анықтамайды.